Ұлы географиялық ашылулар және олардың нәтижелері. 15 ғасырда ежелгі ғалымдардың шар тәрізді деген болжамдары теңіз саяхатшыларының назарын аударды. Кейбір ғалымдар батысқа қарай жүзу арқылы жерді айналып өтіп Үндістанға жетуге болады деген пікір айтты. Бұл жолды Африканы айналып өтуге қарағанда қысқа жол деп қате есептеді. Үндістанға батыс жолмен жетуге әрекет жасаған еуропалық тұңғыш теңіз саяхатшысы Кристофер Колумб болды. Колумб Генуя қаласында жақын жердегі тоқыма өнеркәсібінде істейтін Доминика Колумб отбасында дүниеге келген. Жас кезінде Колумб Жерорта теңізінде Европа жағалауларына саяхат жасаған, сауда кемелерінде болып, теңіз жағдайларын жақсы біліп алады. Колумб Генуяда тұрғанда географиялық карта сызумен шұғылданады. Бұл мамандықты меңгеріп алған соң інісі Бартоломеу Колумбпен бірге Лиссабонға келеді. Португалияның Лиссабон қаласы теңіз шаруашылығының орталығы болады. Оған барлық жерден ғалымдар, теңізшілер, географтар жиналатын. Мұнда келгеннен кейін де ағайынды Колумбтар карта жасаумен айналысады және бір қатар теңізде жүзу жұмыстарына қатысады. Міне осы кезден бастап Колумб батыс жолмен Үндістанды ашу мәселесіне кіріседі. Біраз ізденістерінің нәтижесінде Кристофер Колумб өзінің Үндістан мен Қытайға баратын теңіз жолын іздеу сапарын Африканы айналып жүретін шығыстан емес, әлі зерттелмеген Атлант мұхитын басып өтетін батыстан бастау керек деп шешті. Ол жердің шар іспетті екенін білетінді. Егер олай болса, батысты бетке алып жүзе берсе, қайткен күнде де Үндістаннан шығатынын жорамалдады. Оның бұл жоспары ол кезде ақымақтың ісі саналатын. Әлі ешкім сырын білмейтін мұхит арқылы кіп-кішкентай кемесімен-ақ жүзіп өтемін деу шынында көзсіз ерлік еді. Ұзақ жылға созылған қиындықтардан кейін ақыры Колумб алтын мен жаңа жер байлығына құштар испан корольдерінің назарын аударды. Сонымен Колумб жол бастаушы Санта-Мария және Ниня Пинта деп аталатын 3 кемемен 1492 жылы Испания жағалауындағы Палос қаласынан сапарға шығады. Бұлар аттанғанда ауа райы ашық болды. Пассат желі бір қалыпты соғып, кемелер батысқа қарай еркін сырғи жөнелді. Бұрын мұндай ашық теңізге шығып көрмеген теңізшілер алғашқыда үрейлене бастады. Кенет көкжиектен жасыл белдеу көрінгенде олар қатты қуанып қалады. Алайда ол жер емес, бетін балдыр басқан Сарагос теңізі болып шықты. Бұл Колумбтың Атлантикадан ашқан бірінші жаңалығы еді. Күн артынан күн жылжып өтіп жатты. Көкжиекке ұласқан көк теңізден басқа көзге ілінер ештеңе көрінбейді. Теңізшілердің ішінде торығу байқалды. Дегенмен олар Колумбтың есебі бойынша осы кезде Үндістанға жету тиіс екендігінен мүлде бейхабар болатын. Алайда жуық маңда көрінетін жер жоқ еді. Колумб ғажайып ұстанымдылық танытып, тұнжыраған теңізшілердің көңілін көтеріп, оларға алтын мен дәмді тағам бергізеді. Ақыры одан да ештеңе шықпайды. Теңізшілер мұны тыңдауын қойып, егер енді 3 күннен кейін жер көрінбейтін болса, кеменің бетін кері бұрамыз деген шарт қояды. Колумб амалсыздан көнеді. Кристофер Колумбтың теңіз саяхаты айтылған мерзім бітер күннің түнінде сағат 2-де кеме вахтасында тұрған теңізшінің жер көрінді деген айғайын естілді. Бұл бір шағын арал еді. Оны Колумб Сан-Сальвадор деп атады. Одан кейін бұлар Кариб теңізіндегі жұпар, Куба, ғажайып Гаити аралдары, тағы толып жатқан аралдарды басып өтті. Теңізшілер бұл өңірден алғаш рет жүгері, картоп, темекі сияқты Европада жоқ өсімдіктерді кездестірді. Бұларды қай жерде болсын тобылғы өңді, сұлу келген бойшаң адамдар қарсы алды. Дегені қабыл болып тұрған өзінің Үндістандамын деп ұйғарған Колумбтың айтуынша, бұларды саяхатшылар үндістер деп атап кетті. Колумб ешкім білмейтін жаңа құрлық емес, Үндістанға баратын батыс жолды таптым деп топшылады. Ақыры 3-ші, одан кейінгі 4-ші сапарында өмірінің соңғы жылдарында өзінің бөтен бір дүние бөлігін ашқандығы жайында
ойланатын болды. Колумб Американы ашқаннан кейін испандықтар жаңа жерді жаулап ала бастайды. Онда өз қоныстарын салып, жергілікті халықты құл етіп, қырып жояды. Колумбтың өзі көп кешікпей король сарайында жүріп жазаға тартылады да оның қалай өлгенін ешкім білмей қалады. Ал тарихтың әр нәрсені өз орнына қоятыны белгілі. Біз қазір Колумб есімін құрмет тұтып, оның жаңа жер ашқан қаһарман теңізші деп білеміз. Мұхиттың ар жағындағы қазынасы мол жаңа жерлер испандарды қызықтырды. Сол жерге барып орнығам деушілерге король 1497 жылдан бастап рұқсат берді. Бұл байлығы мол жерге көпестер, кедейленген дворяндар, өкіметке наразылар, айыптылар көшіп кетпекші болды. Король 3 экспедиция ұйымдастырып, көп адам жіберді. Солардың ішінде Колумб ашқан жерді көруге 1499 жылы Америко Веспуччи де аттанды. Америко Веспуччи 1501 жылы Португалия королінің келісімімен жаңа жерге екінші рет барды. Веспуччи Пенсон және одан кейінгі Кобрал ашқан Бразилия жағалауларын зерттеп қайтты. 1503 жылы Веспуччи үшінші рет жаңа жерге саяхатқа шығады. Ол енді Бразилия жағалауларымен Үндістанға өтпек болады. Ол да 20 оңтүстік ендікке дейін жүзіп барып, Колумб ашқан, одан кейін көптеген Испания саяхатшылары зерттеген жаңа жер. Бұл Азия аралдарының тізбегі емес, осы күнге дейін белгісіз материк деп дұрыс қорытындыға келеді. 1507 жылы лотарингиялық картограф Бальзюмиллер жер жүзін Европа, Азия, Африка материктеріне бөліп, жаңадан Америка ашқан жерді оның басқа материктермен ұқсастығына қарап, Америка деп атау керек дейді. Ол кезде Американы тоты құстар жері дейтін. Сөйтіп, жаңа құрлықтың жартысы Америко Веспуччи есімімен аталып кетті. Ол материкті негізінен тұңғыш ашқан атақты Христофер Колумб еді. Бірақ ол өмірінің ақыр соңына дейін жаңа материк ашқанын білмеді. Ол жердің жаңа материк екендігін дәлелдеген Америко Веспуччи болды. Осыдан кейін европалықтар Американың жаңа материк екеніне сенді. Енді отаршылдар Америка байлығын иемденуге жанталасып, жергілікті халықты қырғынға ұшыратты. Бірсыпырасы Европаға барып құлдыққа сатты. Аралдардың кейбір байырғы халықтары европалықтар осылайша құртып жіберді. 1500 жылы португалдық теңізші Педро Кабрал Бразилияны ашты. Бұдан кейін европалықтар Мексиканы, Перуді, оңтүстік және солтүстік Американың басқа жерлерін өздеріне қаратып, бейбіт халықтарды тонап, олардың ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениетін, салт-сана, әдет-ғұрпын аяққа басты. Сөйтіп, Колумб, Васко да Гама тағы басқаларының белгісіз жерді ашуы географиялық ғылым үшін үлкен жаңалық болды. Ал европалықтардың одан кейінгі саяхаты басып жаншуы отарлау саясатын көздеді. Колумб батыс теңіз жолымен Үндістан, Қытай, Жапон аралдарын ашам деп барып, жаңа жерді Американы ашып жүргенде Васко да Гама Африканы айнала жүзіп Үндістанды ашты. Содан бастап Португалияның Азияны отарлауы басталды. Васко да Гаманың нақты қай жылы туғаны белгісіз, дегенмен кейбір деректерге қарағанда 1469 жылы туған. 1492 жылы Васко да Гама корольдің тапсырысымен оның Францияда қалған алтын тиеген кемесін Португалияға алып келеді. Сонан оның әйгілі болып 1497 жылы 8 маусымда Васко да Гама 4 кемелі экспедициясы Лиссабон портынан шығады. Бір апта жүзген Васко да Гама эскадрасы Канар аралдарына келеді. Содан кейін сапары сәтті болып, қарашада Африка жағалауына жетеді. Бұл жерді адмирал Әулие Елена қойнауы деп атайды. Мұнда саяхатшылар 8 күн аялдап, айналаға географиялық зерттеулер жүргізеді. Адмирал өз күнделігінде Африка жағалауындағы тұрғындар құлаққа тағатын мыстан басқаны бағаламайды және өздері шетінен батыл келеді деп жазды.
Бұдан әрі Африка материгінің оңтүстік нүктесі қайырлы үміт мүйісін айналып өтіп, белгісіз теңізбен жүзе береді. 1498 жылы қаңтарда эскадра Замбези өзенінің сағасына жетіп, мұнда бір ай бөгеледі. Үнді мұхитынан жүзіп өтуге дайындық жасайды. 1498 жылғы мамырда оның кемелері Үндістанға келіп жетті. Васко да гама Үндістаннан Португалияға келген соң, король оны Үндістанды жаулап алуға 20 соғыс кемесін беріп аттандырады. 1502 жылы ақпанда Лиссабоннан шыққан бұл әскери экспедиция күзге қарай Калькуттаға жетеді. Калькутта раджасы мұндай жауға қарсылық көрсетпей, олардың айтқанын істеп, сауда жасауға келісім береді. Васко да гама 4 сағаттың ішінде қаламаған бағынсын деп раджаға елші жібереді. Ол бұған жауап қайтармайды, өйткені бейбіт жатқан елге сауда жасау үшін келген еуропалықтар соғыс ашады деп ойламаған-ды. Айтулы 4 сағат өткен соң Васко да гама оның айлақтарындағы бүкіл кемелерді басып алып, қалаға зеңбірекпен оқ жаудырады. Ғасырлар бойы тұрған сәулетті күмбездерді, үйлердің күлін көкке ұшырып, қырғынға ұшыратады. Мұндай озбырлық елді қанға бояу, отаршылдықтың ежелгі әдеті болатын. Васко да гама бұдан әрі Цейлон, Суматра, Ява аралдарына дейін барып, бейбіт елді қырғынға ұшыратады. Мұны көрген Қытай халқы өзіне қарайтын аралдарды португал басшылығынан қуып шығады. Португалияның географиялық зерттеулері Васко да гаманың осы екінші экспедициясымен аяқталды. Енді олар біржола отарлау саясатына көшті. 1519-1522 жылдары Азияға батыс жолмен жету мақсатымен Испания ірі теңіз саяхатын ұйымдастырды. Экспедицияны ержүрек, тәжірибелі теңізші Фернан Магеллан басқарды. 5 кемеден құралған экспедиция оңтүстік Америка жағалауына жетіп, материк пен отты жер аралының арасында бұғаз, қазіргі Магеллан бұғазы арқылы оңтүстік Американы айналып өтеді. Одан әрі Тынық мұхитын кесіп өтіп, Филиппин аралдарына жетеді. Осында жергілікті тұрғындармен қақтығыс кезінде Магеллан қаза табады. Оның серіктері Тынық мұхитымен жүзіп, оңтүстік Африканы айналып, Испанияға жалғыз ғана кемемен қайтып оралады. Дүние жүзін айналып өткен тұңғыш саяхат жердің шар тәрізді екенін, мұхиттың біртұтас және жер бетінің басым бөлігін су басып жатқанын біржолата дәлелдеді. Географиялық ашылулар сауданың бұрын болып көрмеген дәрежеде ұлғаюына себепкер болды. Жеке материктер арасында байланыс орнап, дүниежүзілік сауда өріс алды. Еуропа елдері Америка құрлығын отарлай бастады. Отар елдерден еуропалықтар көптеген өнеркәсіп тауарын, қару-жарақ, мата және басқа да бұйымдар алып тұрды. Еуропаға енді Америкадан темекі мен какао, Азиядан шай, кофе жеткізіле бастады. Олардан Еуропаға көптеген алтын және күміс әкелінді. Осы бағалы заттардың көбі Испания мен Португалия корольдері мен феодалдарына тиді. Бірақ бұл елдер мешеу болатын, олардың өз өнеркәсібі жоқтың қасиет. Сондықтан алтын феодалдардың басқа елдерден сатып алған бұйымдарының төлеміне жұмсалып жатты. Отарлардан тоналып алынған бағалы заттар көпестердің, банкирлердің, аса дамыған Еуропа елдерінің ірі кәсіпорын иелерінің қалтасына түсіп отырды. Географиялық ашылулар мен отарлық басқыншылық Еуропада тауар өндірудің жеделдеуге біршама ықпал етті. Алайда Американың, Азия мен Африканың халықтары үшін бұл отарлық езгіге түсудің бастамасы еді.